Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы теміржолшы тарихи оқиға шежіресі. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Қазақстандағы теміржолдың ұзындығы қанша? Екінші сұрақ. Алғашқы теміржол қашан, қайда салынды? Үшінші. Отарба, шойынжол, қарабұқа деген сөздер қандай мағына береді? Олардың пойызбен, теміржолмен қандай байланысы бар? Дескриптор. Сұрақтарға жауап береді, толық жауап береді 2 балл. Тіл тазалығы 1 балл. Төртінші тапсырма, жазылым тапсырмасы. Тірек сөздерді пайдаланып, суреттегі көріністі баяндайтын шағын мәтін құрап жаз. Тірек сөздер: темір жол салу, күрекпен қазу, топырақ лақтыру, ұйымшыл, жұмысшылар, жүк тасу, паровоздың түтіні, еңбек сүйгіш. Жазылым тапсырмасы бойынша дескриптор. Мәтін құрайды 2 балл. Суреттегі көріністі баяндайды 2 балл. Жаңа сөздерді пайдаланады 2 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.